Күн сайын жаңғақ жеудің пайдасы қандай? Тамақтану мамандары жаңғақ жүрек қан тамырлары ауруларына шалдығуды азайтып, зиянды холестеринді төмендетуге оң әсер ететінін айтты. Америкалық кардиология қауымдастығының Circulation журналында күнделікті жаңғақ жеудің пайдасы туралы мақала жарияланды. Грек жаңғағы омега-3 қанықпаған май қышқылдарының класына жататын альфа-линолен қышқылына бай өнім. Зерттеулер жаңғақтың кез келген түрін, оның ішінде грек жаңғағын жейтін адамдарда жүрек аурулары мен инсульт сирек кездесетінін көрсетті. ақш пен Испания зерттеушілері мұның себебін анықтады. Олардың сөзінше, жаңғақ тығыздығы төмен липопротеид холестеринін төмендетіп қана қоймайды, сонымен қатар оның мөлшерін оң өзгертеді. Зерттеуге 63 пен 79 жас аралығындағы 708 адам қатысқан. Олар Испанияның Барселона және ақштың Лома-Линда қаласында тұратын денсаулығы жақсы адамдар. Зерттеу жаңғақтың қартаюға қалай әсер ететінін байқауға арналды. Қатысушылар жұмыс және бақылаушы тобына бөлінді. Бірінші топ 2 жыл бойы күн сайын жарты кесе жаңғақ жеген. Екі топтың қатысушылары холестерин деңгейін, сондай-ақ липопротеиндердің шоғырлануы мен мөлшерін тексерген. Мұндай кеңейтілген тест ғалымдарға жүрек тамыр аурулары даму қаупінің жоғарылауына байланысты липопротеиндердің сипаттамасын дәлірек анықтауға мүмкіндік берді. 2 жылдан кейін жұмыс тобының қатысушыларында жалпы холестерин деңгейі орта есеппен 8,5%-ға, төмен тығыздықтағы липопротеид құрамы орта есеппен 4,3%-ға, ал зиянды ұсақ төмен тығыздығы липопротеид 6,1%-ге төмендеген. Сонымен қатар зерттеуге қатысқандар арасында артық салмақ қосқандар тіркелген жоқ. Соған байланысты жаңғақ құрамындағы пайдалы майлар салмақ қосуға әсер етпейтіні анықталды. Ал сіз жаңғақтың мұншалықты пайдасын білдіңіз бе? Білсеңіз төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.